қазір көп жерде летниктер жұмыс жасамайды. И шашлыктерді неде кухняда дайындайды екен. И мына жерде қазір тауып алып. Есесі кеп тұрмын. Қатты шығып жатқан жоқ, бірақ сонда да кішкене кеп жатыр. Қайырлы кеш болсын. Негізі мен вообще негативпен шыққым келмеген сторисқа, бірақ уже шыдам бітті. Мені пайдаланып, мені алдап, менен келген адамдарды алдап, ақшаларын алып қайтармай жүрген бір адам бар. Вообще өтірікші, білмеймін, уже бір айдан асты өтірік айтып жүргеніне, білмеймін ол адам қазір қайда, мың сылтауы бітпейді. Жауап берсе де маған емес, менеджер қызыма жауап береді, маған вообще жауап бермейді, звонсам да алмайды. И айтатыны біреу ғана. Міне қайтармағанына уже міне бір айдан асты, адамдардың уже жаңа ақшасы бәленбай мың ақшаны алып алып, қалтасына басып жоқ. Мен мұнда суретін белгілеп кетемін, туысқандары болса жеткізіңіздер. Все, срочно қайтармаса жағдай ары қарай ушыға береді. Болды. Уже шыдамымыз бітті, бәрінің шыдамы бітті. Либо қазір хабарға шығып, қазір қайтарып берсін бүкіл сумманы. И вообще менің де қолым тимей кетті, бірнеше күн бұл сторисқа айтам, осын салам деп жүрген едім. Мүлдем қолым тимей кетті. И то анда-санда ғана бір шығып жүрмін, өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Неге өйткені ремонттың темасымен басқа деп басым қатып жүрген кезде мынау басыма проблема болды. Күн-түн ұйқы жоқ. Адамдардың сеніміне кіріп алып, ақшаларын алып, жоқ үштігейлі. Білмеймін, больницадамын дейді, балам бүйтіп жатыр. Білмеймін, түрлі мұңқырық сылтау. Сол үшін де құрметті Маңғыстау облысының адамдары болса, мына қыз танысаңыздар, өтініш сіздерге жеткізіңіздер срочно. Қазір қайтарсын. Либо маған хабарға шығып, бүкіл адамның ақшасын қай күні қайтарып беретінін жазып берсін қолхат. Либо жағдай болды қиындайды. Уже ертең міне Құдай қаласа қозғалады. Қозғалмайды деген жоқпын, қозғалады, бірақ мен соның алдына заранее мен инстаграмнан шығып, ол әйелдің өзіне ескерту жасап жатырмын. Қайтарып берсін, срочно. Сен маған қарап тұрсың ба? Мені соңына дейін тыңда. Сен Алладан бір мұқтаждығыңды сұрадың. Кімнен сұрадың? Алладан сұрадың. Сен Алладан сұрап тұрсың. Нені сұрап тұрсың? Бір мұқтаждығын сұрап тұрсың. Ол мұқтаждық, ол әртүрлі болуы мүмкін. Ол мұқтаждық, мысалы, продукты болуы мүмкін. Қаншама жандар бар продуктісі отырған, қаншама жандар бар аш отырған, қаншама жандар бар киімсіз отырған, қаншама жандар бар үйсіз жүрген, қаншама жандар бар денсаулығына